Ақыл ой дамыту мектебі жалпы қазақстандық білім беру ұйымдарының бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған біліктілік арттыру курстарын жыл сайын ұйымдастырып келеді. Бұл курстың біріншіден ерекшелігі мұғалімдердің кәсіби тұрғыда теориялық білімін практикалмен ұштастыра отырып тәжірибесін нығайтады. Одан кейін жалпы алтын сақа, алтын тұғыр деген пәндік олимпиадалардың есептерінен дайындайды. Ең маңыздысы мұғалімдерге бұл курстан өткеннен кейін оқу ағарту министрлігінің 175-ші бұйрығына енгізілген. Яғни бұл курстан алған сертификатталған мұғалімдерге бұл дипломдар жарамды болып табылады. Яғни мұғалімдер біліктілік арттыру өзінің аттестациясына қолдана алатын болады. Қазақ және орыс топтарына арналған жалпы 100-ге жуық ұстаздар, атыраудың өзінен 100-ге жуық ұстаздар білімін жетілдіру курсынан өтіп жатыр. Алдағы уақытта қазақ тілі, математика пән мұғалімдеріне арналғанда курстар ұйымдастырылатын болады. Келер жылдары енді мұғалімдеріміз офлайн түрде де, онлайн түрде де білім алуға мүмкіндік алатынын тағы да айтқым келеді.